іздемесе, жағдайын сұрамаса, кездесуге шақырмаса. Иә. Баласахан, мен айта кетсем бола ма? Кешірім өтінемін. Аягөз, енді сен өзің кінәлісің ғой. По факту, если так посмотреть, получается, енді біз алдында тамақ ішіп отырған кезде, Ринат мырза бірінші өзі сөйлеген кезде, Аягөз Ринат мырзаның сөзін ілген жоқ та, именно Сәттәулет бір ауыр сөз айтып қалып еді. Аягөз жылап қалды да, енді біз енді өзімізге жақын бір сезіміміз бар болса, сонда жігіттердің сөзіне қатты мән беріп қаламыз ғой. Мен ойлаймын, Аягөздің шынымен де Сәттәулетке бір сезімі бар ма деп. Мысалға шынайы келіп отыр, содан кейін осы ситуацияны көргеннен кейін Ираның бір интересі бір пропадать етіп қалған сияқты. Кездеспегенімізге 4 күн болды. Сіз кешегі ситуацияны айтпай қойыңыз. Жоқ, енді өзіңнен көрсейші, сен постоянно Балауса ханым, Сәттәулеттің әңгімесі қозғалып жатыр қайта-қайта. Балауса ханым, қайырлы күн, қош келдіңіз, кім Ера. Енді мынандай әңгіме ғой, расымен де кешегі ситуация бір керек емес, келеңсіз нәрсе болып қалды да Аягөздің тарапынан сұрағаны. Бірақ одан бөлек Ердәулеттің де мен бір Аягөзге қатты бір қызығушылығы бар ер азамат деп айта алмайтын едім. Себебі осы жерге енді келуін әдемі келіп алды да, бір-екі эфирді жақсы жасады, как будто Аягөзді ұнататын адам сияқты. Бірақ одан кейін енді Аягөз екеуміз эфирден шыққаннан кейін тамақтануға шығамыз. Бұл бірнеше уақыт болған ситуацияларда, мысалы бір апта бұрын телефоннан қарап Аягөз, мен сұраймын да енді үміткерің саған жазды ма, хабарласты ма деп. Жоқ, жазбады дейді да, бірақ стримда отырады. Басқа қыздармен отырады. Аягөздің айтып отырған қай қыз білмеймін. Вообще левый қыздармен отырады, мүлдем танымайтын. И ондай нәрсе, мысалы, менің да бір жігітім болады ау деген адам сондай нәрсе істеп жатса, маған да неприятно болатын еді. Бірақ Аягөздің де тарапынан Сәттәулетке енді былайынша айтқанда, Ердәулеттің бір миында басқа бір қыз, сырттағы Аягөздің ойында мүлдем басқа еркек бар сияқты. Просто бұл жерде екеуі жай, шынымен де дос, жайдан жай адам 3 жыл болмайды ғой негізі. Енді Балауса ханым былай ғой, сөйлеп отыр, Ердәулет келді енді, өзінің ойын білдірді. Бірақ енді Аягөз сыртта Сәттәулетпен дос болып келді, араласып келді. Бірақ енді жаңағындай біз қыз жақты да кінәлай алмаймыз, тек қана Сәттәулетке сезім бар деген сияқты. Енді ол жігіт жақтан өзін бір сізге мүмкіндік берді да, Ера, Сәттәулетке емес сізге мүмкіндік беріп көргісі келді. Қалай болады екен деген сияқты. И ол көңілі толған жоқ Ераға қарай. Одан гөрі Сәттәулет жаңағындай сыртта өзінің вниманиясын бөліп, бәрін көрсетіп алады да. Эфирға келіп кішкене өз-өзін басқаша ұстағаннан кейін Аягөздің кішкене іші ашып кеткені бар. Енді ол қыз деген вниманиясын бөлген жігітке қарай ойы бөлінеді ғой. Сол үшін Аягөзді бұл жерде кінәлаудың ешқандай қажеті жоқ. Нұрзат. Саламатсыз, Балауса ханым тағы да. Ассалаумағалейкум, Ердәулет, қош келдің. Так, мен сұрағым келіп отыр да, жалпы Ердәулеттен кешегі эфирді көрдіңіз ба сіз негізі? Иә, көрдім. Соған ойыңыз қандай негізі? Ойын қандай болғанда қозғамай-ақ қойыңызшы деп едім, енді бұл тарапта Аягөзде бәрібір қозғалатын тарап. Аягөзде бұл жерде жылап орнынан тұрып кетіп қалды ғой енді. Сәттәулетке деген бір ойы бар сияқты да. Аягөзде. Қосам осы жерде. Балауса ханым, мен осы жерде айтып кетсем болады ма? Балауса ханым, мен айтып бітіре салайын, эмоциясын бұл жерде енді мен келген кезде